Батыс Қазақстан облысында әскери қалашық ашылды. Бұл Батыс Қазақстан облыстық аумақтық қорғаныс бригадасына тиесілі әскери ғимарат. Әскери қалашықтың құрылысы 2023 жылы басталған болатын. Қалашық құрылысының бірінші кезеңі аяқталып, әскерилерге пайдалануға берілді. Қуатты армия тұрақтылық пен ол тыныштықтың жаңағы белгісі деп атап өткен болатын мемлекет басшысы. Осыған сәйкес біздер міне бүгінгі Теректі ауданы Подстепный ауылының тұсында осындай алғашқы аумақтық қорғаныс жаңағы құрылысын міне аяқтап, бірінші жаңа кезең аяқталды. Осы жерде біздің сарбаздарымызға барлық жағдай толық жасалған, яғни жататын жері, жаңағы оқу, жаттықтыру өткізу, жаңағы арнайы жаңа бөлмелерімен жасақталған, сонымен қатар тамақ ішетін асханасы барлығы жасақталған. Мына жерде тұрған жеріміз өздеріңіз көріп тұрсыздар, плац бар, яғни барлық жағдай осы жерде қамтылған. Екінші кезеңінде біз қалған жаңағы инфрақұрылымдарды арғай жалғастырып, осы биылғы жылы амандық болса толықтай жаңа құрылыс аяқталатын болады. Мұндай әскери қалашық республиканың барлық аймағында салынып жатыр. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев аумақтық қорғаныс бригадаларына тиісті инфрақұрылымды жасау туралы тапсырма берген. Президент тапсырмасын батыс аймақтар алғашқылардың бірі болып орындап жатыр екен. Бәріміз куәгер болып отырмыз. Аумақтық қорғаныс әскерлеріне арнайы әскери қалашық ашылып жатыр. Мына Батыс Қазақстан облысының әкімшілігіне, әкіміне жеке үлкен рахметімізді айтамыз. Міне біздің мемлекетіміздің қорғаныс қабілетін нығайтуда Батыс өңірі бірінші болып осындай қалашық ашып жатыр. Одан да басқа өңірлерде осындай қалашықтар салыну жұмыстар жүріп жатыр. Бұйырса міне жуырда оларда ашылып қалады. Бұл әскери қалашықтың құрылысына қаражатты Батыс Қазақстан облыстық әкімдігі бөлген. Қалашық бірнеше казармадан, спорт алаңынан, асханадан және қойма, сонымен қатар басшылар штабы секілді бірнеше бөліктен тұрады. Бұл жерде әскерилер оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізіп, жауынгерлік даярлық сабақтарында өткізе алады. Үлкен барлығы жақша салған, жылы бүкіл жерде заманауи салқындатқыштармен барлығымен орналастырылған, камера жүйесімен барлығымен, сигналдармен, өрт қауіпсіздігімен барлығы орналастырылған. Қалашық құрылысының екінші кезеңі осы жылдың аяғына дейін аяқталады деп күтіліп отыр. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.